Сәлем балалар, Activity Book, 32-ші бет, 6-шы сабақ. Exercise 1. Listen and number. Тыңдаймыз және реттік сан қойып шығамыз. Яғни бірінші қай адамды сипаттайды, екінші қай адамды сипаттайды, 3-4 солай реттік сан жазамыз. 1. She's got dark hair and brown eyes. She's got glasses too. Дейді біріншісінде оның шашы қара түсті, оның көздері қоңыр, оның очкиі де бар дейді. Яғни бұл C суретінде, бірінші. She деген өйткені қыз туралы. He's got fair hair, he's got mustache too дейді. Оның шашы ақшыл түсте және оның мұрты да бар дейді. Бұл бізде екінші сурет, екі бұл D болады екен. He's got curly hair and blue eyes. His hair is red. Оның шашы бұйра және көзі көк, оның шашы қызыл түсті. Бұл бізде A сурет екен, A-ға 3 деп қойымыз. She's got fair hair and green eyes. Her hair is long. Оның шашы ақшыл түсті және ашық түс. Ақшыл деп айтыппын, ашық түсті және оның көздері жасыл, оның шашы ұзын дейді. Бұл бізде B суреті болады екен. Осыған 4 нөмірін жазамыз. Келесі екінші аттау. Read, choose and complete. Оқимыз, таңдаймыз және толықтырамыз. Гарри Поттер туралы мәтін берілген. Гарри Поттердің сипаттамалары және дұрыс астындағы ABC вариантынан дұрыс вариант таңдап қойып жазуымыз керек. Harry Potter has got green eyes and dark. Гарри Поттердің жасыл көздері бар және қара hair, шашы қара, өйткені құлағы қара немесе мұрны қара деп айта алмаймыз. He's got glasses too. Оның очкиі де бар, көзілдірігі де бар. Harry hasn't got a family. Гарридің отбасы жоқ, анасы, әкесі қайтыс болған өйткені. His best friend, оның ең жақын досы. His best friends are болады, оның ең жақын достары бұл Ron және Hermione. Ron and Hermione. Ron has got red hair. Оның шашы қызыл, яғни рыжий түс деп айтамыз осындай. Hermione is very clever. Гермиона ол өте ақылды. Has she got fair hair? Оның шашы ашық түс па? No, she hasn't. Жоқ, ашық түс емес. Her hair is brown. Оның шашы қоңыр деп осылай белгілеп шығамыз дұрыс жауаптарды. Осымен 32-ші беттің барлық тапсырмаларын аяқтадық. Сау болыңыздар.